Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздің каналымызда чертополох дайындайтын боламыз. Чертополох, кобра, огонек деп айтады, тағы қалай айтылатын білмеймін. Комментарияға жаза кетіңіздер. Бірінші помидорды әдемілеп мясорубкадан өткізетін қылып майда турап тастаймыз. Турап мясорубкадан өткіземіз, чеснок аршимыз, және де ашты бұрыш, потом полугорки перец турайтын боламын. Менің үйде қыздарым майда болғандықтан қатты ашты қылмаймын. Қайнатпай қысқа сақтайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Менің рецептіммен істеп көріңіздер. Мұнда бізде 4 кило помидор, 1 кило жаңағы перец, 4 кило помидор, 1 кило перец, және де 2 бас чеснок керек болады. Осының бәрін мясорубкадан өткізіп, бір келкі қылып айландырып, ішіне тұз салып, мысалға 4 килоға 4 қасық тұз саламын, 2 қасық сахар саламын, 4 штук аспирин саламын, бәрін араластырып. Онда және де хрен қоссаңыздар болады. Енді әркім өзі біледі, хрен қосса ма, қоспай ма, соған байланысты. Бұны жасап көріңіздер, өте тәтті болады. Помидорды өте жақсы көретін адамдарға чертополох деген жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені любой тамақпен кете береді. Кез келген тамақ жесеңіздер де, тіпті макарон қуырып макарон жесеңіздер де чертополох жақсы кетеді. Қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыз да болады. Мен укропты қосқан жөн көрмедім, сондықтан укроп қоспадым.